Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте дәмді банан қосылған құймақтар дайындайтын боламыз. Ең керемет, ең дәмді рецепті міндетті түрде дайындап көріңіз. Бір бананмен қосылғандықтан өте дәмді болып шығады. Ендеше рецептімізді бастаймыз. Бізге керекті заттар: айран, жұмыртқа және де банан, одан кейін сода, қант, қасық және де ұн, сұйық май қажет. Ендеше рецептімізді бастаймыз. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқа саламыз. Бұл жерде мен бір данасын қостым. Одан кейін айран құямыз. Айран менде қою айран. Және де жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамен екеуі жақсылап араластырылуы керек. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып құм шекер қосамыз. Бұл жерде 2-3 қасықтай қоссаңыздар болады. Ол сіздердің жасап жатқан нелеріңізге байланысты, алладегеріңізге байланысты, сондықтан да көз мөлшермен саласыздар. Және де шым-шым тұз саламыз. Шым-шым қосу керек. Одан кейін барып қайтадан жақсылап араластырамыз. Соданы жарты чайный ложка көлемінде саласыздар. Араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін барып сұйық май құямыз. Сұйық май менде примерно 1 қасық көлемінде болды. Қайтадан жақсылап араластырамыз. Сонда видеода көріп тұрғандарыңыздай шариктер шығып жатыр, сол сияқты болу керек сіздерде де. Одан кейін ұн саласыздар, ұнды өте көп қоспаңыздар, қою болып кетеді. Және де көп мәрте араластырыңыздар. Бізде осындай болып шығады. Өте ұзақ араластырғаннан кейін барып болғандай. Енді осы біздің бананымыздың сыртынан ажыратып аламыз. Одан кейін барып жақсылап майдалап турап аламыз. Одан соң барып шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Жақсылап езуіміз керек. Міне осындай болып шығады бізде жақсылап езілгеннен кейін. Енді осыны біздің тестімізға саламыз, яғни қамырымызға саламыз. Салғаннан кейін қасықтың көмегімен қайтадан жақсылап араластырамыз. Ұзақ уақыт бойы араластыру керек, себебі банан бізде езілген банан болады, және де ол қамырға сіңісу кішкене қиынырақ болады. Сондықтан да ұзақ уақыт бойы араластырасыздар. Және де бізде орта температурада, яғни орташа неде, газда қуыратын боламыз. Майды құйсаңыздар да болады, құймасаңыздар болады. Бәрі өз қалауларыңызша. Осылай мен тарелкаларды дайындап алдым. Оладьилерді бір қасықтап құясыздар, және де осындай шариктер шыққан кезде аунатасыздар. Сонда осындай болады. Барлығында солай пісіріп аламыз. Бізде осындай болып піседі. Енді бұны сәндейтін боламыз. Мен бұл жерде бананды қолданамын. Бананды бетіне әсемдеп қоятын боламын. Өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Міне достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Алдағы видеоларда жіберіп алмаңыздар. Сау болып